Арма құрметті көрермен, Қазақстанның Гиннес рекордтар кітабына енген ерекше кейіпкерлер жайындағы әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Бұл жолғы әңгімеміз саясат төңірегінде болады. Алашорда халық кеңесін 1917 жылдың желтоқсанында бірінші болып Әлихан Бөкейхан басқарды. Елімізде 1999 жылы өткен қоғамдық акция негізінде ол ғасыр адамы деп танылған. Түркістан Республикасы орталық атқару комитетін басқарған тұңғыш қазақ Тұрар Рысқұлов. Ал Сейітқали Меңдешев Қырғыз автономиялы кеңес республикасы орталық атқару комитетінің бірінші төрағасы. Кеңесті Қазақстанды басқарған бірінші қазақ Мұхаммед Хафиз Мырзағалиев. Ал 14 жыл бойы өкімет басшысы қызметінде ең ұзақ отырған социалистік еңбек ері, Ұлы Отан соғысына қатысқан Байкен Әшімов. Гиннес рекордтар кітабына жазушы көрнекті қоғам қайраткері Сәкен Сейфуллин Қазақстанның бірлік жас қазақ атты тұңғыш жастар ұйымдарының жетекшісі ретінде енді. Ал бірінші қазақ дипломаты Нәзір Төреқұлов. Ол Сауд Араб елдерінде кеңес мемлекетінің 1928-1936 жылдардағы бірінші өкілетті өкілі болды. Қазақстан коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметінде ең ұзақ мерзім 24 жыл отырған Дінмұхамед Қонаев болды. 1999 жылы өткізілген қоғамдық акция қорытындысы бойынша ол ғасыр адамы деп танылған. Тәуелсіз Қазақстанның бірінші генералдары Сейілбек Алтынбеков, Болат Байекенов және Ратмир Камратов, ал генерал-полковник және армия генералы атағын бірінші болып Сағадат Нұрмағамбетов алды. Тәуелсіздік жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасына келген бірінші ресми адам ақш-тың мемлекеттік хатшысы Джеймс Бейкер. Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы мемлекеттік рәміздері ту мен елтаңба 1992 жылдың 4 маусымында қабылданды, ал мемлекеттік әнұраны 1992 жылдың 11 желтоқсанында бекітілді. Ары қарай кеттік. Қазақстан жеріндегі бірінші ұлттық конституция 1918 жылы қабылданды. Тәуелсіз Қазақстанның бірінші конституциясы 1993 жылдың 28 қаңтарында Қазақстан жоғары кеңесінің 12 шақырылымының 9 сессиясында қабылданды. Қазақстан Республикасының бірінші конституциялық кеңесі 1996 жылдың қаңтарында құрылды. Тәуелсіз Қазақстанның бірінші премьер-министрі Сергей Терещенко, Өмірбек Байгелді парламент сенатының бірінші төрағасы, ал парламент мәжілісінің бірінші төрағасы Марат Оспанов. Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы қорғаныс министрі Сағадат Нұрмағамбетов. Қазақстан Республикасы бұрынғы кеңес одағы елдері ішінен бірінші болып 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етті. Дүниежүзі қазақтарының алғашқы құрылтайы 1992 жылдың 30 қыркүйегінде өтті. Басты мақсат ұлттық тіл мен мәдениетті дамыту. Қазақстан 2016 жылдың маусымында Орталық Азия елдерінің ішінде бірінші болып, Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақсыз мүшесі болып сайланды. Әзірге осы. Егер хабарымыз ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Қызықтың бәрі әлі алда.